Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз 70-ші сабақтың тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші, ауызша есепте ауызша және жауаптарын өз ретімен орналастыр. Сонда сен Әлия тұратын қалада қандай фабрика бар екенін білесің. Ауызша есеп дегенде қанша шығатыны жазылған. Ең соңында бұл сөздерді өз ретімен орналастырғанда тоқыма фабрикасы деген сөз шығады. Екінші тапсырма, есеп сызбасына қарап берілген мәліметтер нені білдіреді. Есепте нені табу керек, есепті шығару жоспарын құрып оны шығар. Мына жерде 90 дана деп тұр шалбар, ал футболкалар 60 дана және 60 метр артық мата сондай. Шешуі бұл жерде 90-нан 60 аламыз, 30 дана қалады. Енді біз 60 метрді біз бөлеміз 30-ға, 2 метр. Сонда 2 метр мата бір киімге кеткен. 2 метрді біз 90-ға көбейтсек, 180 метр мата шалбарға кеткен метрдің есеп шығады. Енді біз 2 метрді 60-ға көбейтсек, онда кофтаға кеткен 120 метр матаның ұзындығы шығады. 180 мен 120-ны қоссақ, жалпы 300 метр мата кеткен. Үшінші тапсырма. Бір кезекші 1300 теңге, ал екіншісі дәл сондай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші кезекші 2 бұйым киім жасаған болса, онда олардың әрқайсысы қанша бұйым жасаған? Оны табу үшін 1950-ден 1300 аламыз. Сонда 650 теңге. 650-ді 2-ге бөлсек 325 теңге шығады. Біз осы 1950-ді 325-ге бөлу арқылы неше бұйым жасалғанын анықтаймыз. 6 бұйымды ол екінші кезекші жасаған. 1300-ді 325-ге бөлсек 4 бұйым шығады. Оны бірінші кезекші жасаған. Төртінші тапсырма. Киім тігетін шеберханада ұзындығы 96 метр және 84 метр 2 орам мата болды. Олардан көйлектер тігілді. Бірінші орамға қарағанда екінші орамнан 3 көйлек кем тігілді. Әр орамдағы матадан барлығы қанша көйлек тігілді? Бірінші орамда 95 метр, екінші орамда 85 метр. Оны аз айтсақ, бізде 12 метр қалады. 12 метрді 3-ге бөлеміз, 4 метр мата бір көйлекке кеткен. 96-ны біз 4-ге бөлсек 24 көйлек, 84-ті 4-ге бөлсек 21 көйлек. Сонда бір орамда 24 көйлек тігілген, екінші орамнан 21 көйлек тігілген. Бесінші тапсырма, берілген сандарды дөңгелетсе. Ондықтарға дейін, жүздіктерге дейін, мыңдықтарға дейін. 359 ол жуықтап 350, 583, 580, 362, 360, 440 ол 440, 3622 жуықтап 3600 деп жазамыз. Әсінде 14999, 15000, 1456, 1500, 16341, 16341 жуықтап 163000. Одан кейін 6356, 6000, 22446, 22000, 9215, 9000, 23558, 24000 деп жазамыз жуықтап дөңгелектеп. Келесі 7-ші тапсырма, есепті оқы. Туристер екі бағытта таңдады. Көккөл ең ірі тау сырқырамаларының бірі. Оған апаратын жолдың ұзындығы 35 километрді құрайды. Туристер атпен 5 километр жылдамдықпен жүрген. Және де астында тағы бір екінші тапсырма бар. Ол жерде бізде уақытты табу керек. Уақытты табу үшін мына жерде жазылып тұрған формулаға сай Т1-ді табу үшін S1 мен В1-ді бөлеміз. 35-ті 5-ке бөлсек 7 сағат. Ол бірінші жол. Екінші жол табу үшін де дәл осы формуламен 51-ді бөлеміз 3-ке. 17 сағат шығады. 17 сағатта біз 7-ні алыс айтсақ 10 сағат шығады. Келесі 8-ші тапсырма, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу. Мына жерде y минус 4760 минус 3568 тең 81598. Осы теңдеуді шешу керек. Бірінші және жақшаны ашып жазып аламыз. Мына бетке 3500 өткізіп плюс қылып оны қосамыз. Одан кейін y-ті табамыз. Ол үшін 85166-ны 4760-ға қосамыз. Осы біз y-ті тауып, енді y-ті орнына қойып жазамыз. Екінші теңдеу 55090-ды бөлеміз v-ға қосамыз. 8867 тең болады 9654. Бірінші мына бетке 8867-ні азайтып өткізіп аламыз. Азайтқанда 787 шығады. Одан кейін v-ны табу үшін 55090-нан 787-ні бөлеміз. Сонда v бізде 50-ге тең болады. V-ның орнына 50-ді қойып жазамыз. Келесі теңдеу s қосылған 4589 азайтылған 5869 тең 3216. 3216-ға бірінші 5869-ды қосамыз. Теңдеудің мына бетіне өткізіп, одан кейін оның қосымысы 9085-тен 4589-ды азайтамыз. S сонда бізге 4996-ға тиесілі. Енді S-дің орнына 4496-ны қойып жазамыз. Келесі теңдеу x бөлінген 2 қосылған 600 тең 2110-нан 1110-ды азайтамыз. X бөлінген 2 плюс 600-ді қалдырып, азайтқанда 1000 шығады. Теңдеудің арғы бетінде енді осы 1000-нан теңдеудің мына бетіндегі 600-ді өткізіп азайтамыз. Жауабы 400, x тең 400-ді көбейтеміз 2-ге. Бізде ол 800 тең болады. Енді x-дің орнына 800-ді қойып жазамыз. Келесі 9-ші тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құры және жаз. Олардың мәнін тап. Бұл жерде азайтқыш бізде 1000, азайтқыш 305 көбейтілген 3. Есепті шығарсақ жауабы 85. Келесі азайтқыш 550 көбейтілген 4, азайтамыз 1100, жауабы 1100. 250 көбейтілген 40, азайтқыш 5400, сонда жауабы 4600. 25000 азайтқыш бізде 25 көбейтілген 10, бұл бізде жауап 24750. Келесі қосылғыштар. Қосылғыш 80 мыңға қосамыз 60000 бөлінген 5-ті, бұл бізде 81200. Келесі қосылғыш 450 көбейтілген 4, қосылғыш 440 бөлінген 4. Жауабы 1910. Одан кейінгісі 4450 қосылған 3550, қосылған 55 көбейтілген 30, жауап бізде 9650. Ең соңғысы 5600 қосылған 4500 бөлінген 50 бізде 6500. 10-ші тапсырма, туристік саяхатқа бару үшін артық жанармай алып шығу қажет. Бактың пішіні ұзындығы 8 метр, ені 6 метр, биіктігі 4 метр болатын тік бұрышты параллелепипед тәрізді. Бактағы жанармаймен қанша 20 литрлік канистрлер толтыруға болады. Бұл жерде 1 литр бізде 1 дециметр кубқа тең.
бізде А бұрышы 8 метр, Б 6 метр, С бұрышы 4 метр, В-ны табуымыз керек миллиметр куб, метр кубты. Енді шешуі бізде формула бойынша В тең А көбейтілген Б көбейтілген С барлығын көбейтіп шыққанда 192 метр куб болады. 192 метр кубты біз дециметрге айналдырсақ 192 мың дециметр болады. Ал 192 мыңды 20-ға бөлсек, біз сонда 9600 канистр шығады екен. 11-ші тапсырма. Біздің ауданда 2 тауық фабрикасы салынды. Үлкен фабриканың ауданы 60 метр квадрат, ал кішісінің ауданы 40 метр квадрат. Олардың әр квадрат метрдегі құстарға бөлінген орын саны бірдей. Егер кіші фабрикаға қарағанда үлкенінде 100 тауық артық болса, онда әрқайсысында қанша тауықтан болады? Шешуі 60-тан біз 40-ты азайтамыз, сонда 20 метр квадрат қалады. Енді 100-ді 20-ға бөлсек 5 тауық. 60-ты көбейтеміз 5-ке, сонда 300 тауық үлкен фабрикада, 40-ты көбейтеміз 5-ке, 200 тауық кіші фабрикада.